Ассалаумағалейкум. Уалейкумассалам. Сіз де осы жерге дизайнер стажер болып жұмысқа келдіңіз ба? Иә. Менің есімім Марат болады. Мен де дизайнер стажер болып келдім. Менің есімім Руслан. Өте қуаныштымын. Мыналар екеу ғой, а? Қайсысы көбеев мыналардың? Базеке, сіз бастықты шал адам деп едіңіз ба? Мынаның екеуі де жап-жас. Екеуі де емес ол. Қарасаң, ол ескі машинамен келген ғой. Мынау қымбат машинамен келген. Осы ау көбеев. Логично. Жүріңіз. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе, қош келдіңіз. Иә. Есімім Айым, Шымкент қаласындағы ең үздік дизайнермін. Мен есім Бақытжан болады. Шымкент қаласындағы ең үздік шапан сатушымын. Шапанология ғылымдарының докторы. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Руслан. Менің есімім Марат болады. Атын өзгертіпті, Руслан деп. Жүріңіз, сізді жұмыспен таныстырайын. Бұлар мені мына кісімен шықтастырып тұр. Ойын қызық болайын деп жатыр. Базеке, дизайн стажерім деп қалды. Байқаңыз, орныңыз тартамыз? Түрі беріппін да. Құрметті әріптестер, Көбеев шапандар сәнейіне қош келдіңіздер дей отыра. Жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Және тәжірибелі дизайнер ретінде көмегім керек болса, ұялмай сұрай беріңіздер, иә? Сен атың кім еді? Марат? Сол алып келші сен. Мен ба? Енді мен емес қой. Жоқ, рахмет. Қажет жоқ. Ештеңе етпейді, алып келе салам. Шапан аламыз, шапан. О, қараңызшы. Еңбек қор сатушы, өте. Мен де еңбек қорым айтпақшам. Пақырмын ғой былай айтқанда. Марат, сен шырын алып келеді екенсің ғой? Бұл кісі шырын ішеді екен. Жоқ, рахмет. Су болады ғой? Жоқ, алып кел. Жоқ, ештеңе етпейді, алып келе салам. Алло, Алмас. Мына жақта қызық болайын деп тұр. Анау Айым деген қыз бар ғой осындағы, бас дизайнер. Сол қызға былай деп хабарлама жеткіз. Рахмет бауыр. Алло? Иә, сәлеметсіз бе? Біздің дүкенде ма? Өте керемет. Жарайды, өзім айтам. Жақсы сау болыңыз. Сіздерге қуанышты жаңалығым бар. Гани Көбеевтің өзі 15 күн ішінде Қазақстанда болмаған, мүлде жоқ үлгіні шығарған дизайнерге 10 миллион теңге сыйлайын деп жатыр. Соған ол конкурсқа мен, Марат және Руслан, яғни 3 дизайнер қатысады. Сәттілік.